Барлықтарыңызға сәлем, достар. С вами Пинки Барби. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ой. Барлықтарыңызға сәлем, достар. С вами Пинки Барби. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ой. Бүгін сіздер үшін, достар, өмірі кірмеген кухняма кіріп, гранат в шоколаде. Және де ең басты нәрсе ол дубайский шоколад. Шоколад жасайтын боламыз. Қазір шын мәнінде дубайский шоколадының ішіне қандай ингредиенттер қосылатынын осы дайын бокстың ішін ашып көретін боламыз. Ал кеттік. Деп қоясың ғой жаңа. Мына ашайын, достар. Сәл-пәл қоятыным бар, достар. Так, это как открывается? Вау! Фисташковый. Мен не шығып кетті. Вау! Так вкусно пахнет! Да, вот фисташковую паста. Қараңыздар. 40 грамм дейді. И мынандай кадаев или кадаев. Я не знаю, короче, осындай. Да, шоколад. О! Молочный шоколад екен, молочный шоколад. Осындай дайын формасы. Прям күшті екен вообще. О! И, конечно же, мындай рецепті бар ішінде. Қазір осы рецепт бойынша жасайтын боламыз. Ал кеттік, бисмилля. В общем, рецепт бойынша бізге 30 грамм май керек, сливочный. Менде үйде осындай май болған. Соны чуть-чуть қоя салдым. Білмеймін, 30 грамм май деген қанша болатынын. Осынша қыла салдым, көп қойдым. Ой, бәрібір, короче. Потому что менде кадаев кішкене көбірек сияқты. Осы екеуін салып, қазір микроволновкаға 20 секундқа қояды екенбіз. Ал кеттік. Қараңыздар, бізде деген осындай болып шықты қазір. Енді осы майды араластырғаннан кейін осыған фисташковый пастаны мынаған қосу керек екенбіз. Вау, смотрите. Там көрейікші. Вкусно. Как же вкусно, достар. Я не могу. Фисташковый паста прям күшті екен. Енді осыны мында қосамыз. Бисмилля. Короче, достар, бізде деген мынандай бір консистенция шықты. Көрініп тұрмас сіздерге де, даже не знаю. Вот осындай шықты. Оның ішінде масло 30 грамм и фисташка бар. Неше грамм екен? Даже 40 грамм фисташка бар. Прям есі же, достар. Я не могу. Күшті екен фисташка ше. Мен алдында, короче, карамельный түрін же көргем, но фисташканы не попробовала. Там көрейікші. Вкусно. Күшті екен дәмі ше. Реально, вот, честный отзыв. Келесі рецепт. Короче, мынаны болғаннан кейін начинкасын дали темперируемый пульсе шоколад. Шоколад. Короче, мына шоколадты аламыз да бір ыдысқа салып 10 секунд сайын мында саламыз, 10 секунд қайтадан алып шығамыз да, қайтадан 10 секунд саламыз, солай мынаны еріту керек екен. Так, дальше. Очень важно не перегреть шоколад. В этом случае шоколад может не получиться, не выйти из формы. О май гад, если мынаны дұрыс жаңағындай ерітпейтін болсақ, шоколадтың формасы шықпайды, и мынау қатпай қалады екен, прикиньте.
общем, мына шоколадты аламыз да. Как же вкусно. Там дикино. A few moments later. Деген бар емес, мына шоколадты бітіріп қоятын сияқтымын. Мынаны аламыз да, енді мына жерде жазылғандай 10 секундқа қоямыз. Все. Енді көреміз, еріген ба, жоқ па. Ерімеген ғой вообще. Жетпей қалды, ыстық. Тағы қою керек. Смотрите, смотрите. Вау. Иісін көріңдер. Күшті да иісі. Маған дейін жетіп тұр ғой, былай ұстаған өзінде прям иісі маған. Обожаю, оказывается, мен мындай шоколадтардың иістерін. Мынау күшті шоколад екен. Короче, келесі рецепт бойынша мынау неге аты қалай еді, достар? Айтып жүріңдерші, мынау аты не еді? Как его? 2 hours later. Форма. Мына формаға бірінші шоколадты құяды екенбіз, потом сыртынан начинкасын саламыз, потом қайтадан үстіне шоколадты құяды екенбіз. Ал енді бисмилля деп мына формаға шоколадымызды саламыз. Қолым дірілдеп отырды қойсын. Былай жап шығамыз. Короче, соңынан емес, ортасында осыны саламыз, қазір фисташковый. Мен фисташковыйым прям көп болды ғой. Андай сливочное масло қосаңыздар көбірек болады екен да. Если сливочное масло аз қосылып қалатын болса, онда тоже азырақ болып қалады екен. Мен фисташковыйым көп болып кетті. Жайылмай жатыр оттого. Чуть-чуть фисташка қалды мына жерде. Енді бұның үстінен опять шоколад жағамыз. Мен шоколадты морозильникке қатырып қойдым. Қазір 1 сағат күтетін боламыз, пока шоколады қатқанша, одан кейін результатын бәріміз бірге көретін боламыз. 1 eternity later. Короче, шоколад осындай болып қатты. Қазір уже еріп жатыр негізі ше.
Қазір формасынан алып бисмилля деп көретін боламыз. Вау. О, смотрите. Қараңдар, кәдімгі шоколад болып шыққан ғой, прям. Шоколад жасап тастағансың ғой, короче. Қазір ортасынан бөліп көретін боламыз. Реально, мынандай бір кәдімгі шоколад шыққан ғой, достар, қараңыздаршы. Бисмилля. Смотрите. Прям дубайский шоколад шықты, қараңыздар. Ё-моё, классно. Дәмін көреміз. Кішкене еріп кеткені болмаса, дәмі деген прям мощный. Шын қараңыздар. Прям реальный дубайский шоколад. Мен таң қалып тұрғанда айтайын ба, достар, мынандай қылып узор шығарғансың ғой. Қараңыздар. Узоры прям күшті болып шықты. Ұнап тұр. Смотрите, и іші мынандай. Кәдімгі дубайский шоколадтың начинкасы. Күшті болып шықты, прям дәмі де күшті. Вкусно. Очень-очень вкусно. Осы жасалған дубайский шоколад маған өте қатты ұнап тұр. Мен бұған 10-нан 9 деген баға беремін. Өйткені маған бұның еріп кететін ұнамай жатыр, ал дәмі барлығы маған өте қатты ұнап тұр. Сол үшін 9 деген бағамды беремін. Келесі видеода фрукты в шоколаде, гранат в шоколаде жасағанды көргілеріңіз келсе, онда астына комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше. Пока-пока!